çay içemiz. Жақында босанамын. Қызымыздың есімін көздейім деп қойсақ қалай қарайсыз? Жоқ, келесі бала ұл болу үшін ұл болсын деп қоямыз. Жар дегенде жалғыз ұлының артынан ұрпақ қалу керек қой. Мама, ұл болсын деген есімге ертең ұялатын болады ғой. Басқалай қояйықшы. Жоқ, ұл болсын деп қоямыз. Айттым, бітті. Шайыңды ішші, басын қатырмай. Отағасы, келдіңіз бе? Отағасы. Ана қызымыздың есімін ұл болсын деп қоймақшы. Жарайды. Жарайды несі? Ештеңе айтпайсың ба? Не айтам енді мен? Қыз балаға ұл болсын деген есім не ол? Басқа әдемі есімдер бар ғой. Кейін өскен соң оны мазақ қылып, маманы көндірейікші. Жарайды, мамамен өзім сөйлесем. Мама, қалыңыз қалай? Жақсы, мама. Мама, мен сізге бір әңгімем бар еді. Айта ғой. Сіз қызыңыздың атын ұл болсын деп қоямын депсіз ғой. Басқа ат қоюға болады ма? Не артынан ұрпақ таласқанды қаламайсың ба? Келесі ұл болатынын балаға қойылған есім шешпейді ғой. Ұл болсын болмаса ұлпан. Мама, мен сізді әрине сыйлаймын, құрметтеймін, бірақ ұлдан басталатын есім қоймай қояқшы. Қызда адам, қызда ұрпақ жалғастырады. Мен кейін өз қызымның өз атынан ұялғанын қаламаймын. Өзін керексіз сезінгенін қаламаймын. Ойлаңызшы, өскеннен кейін неге менің есімімді ұл болсын деп қойдыңыздар десе, не деп жауап береміз? Я мама, келініңіз дұрыс айтады. Ұл балаға ұлдың есімі, қыз балаға қыздың есімі қойылсын. Әже қыз болғанын қаламай. Жалғыз ұлдың артынан ұрпақ қалсын деп. Кейін ұл бала туылсын деп, ырымдап, ұл болсын деп қойдық дейміз бе? Жарайды, дұрыс айтасыңдар. Ойымды өзгертпеңдер.